Ассалаумағалейкум ханымдар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге беттің сепкілін ағартатын, оны біркелкі ететін, ағартып, жұмсартып, нәрлендіріп, теп-тегіс әрі терең тазалайтын мега нәтижелі пайдалы маска жасап көрсеткім келіп отыр. Видеоны соңына дейін көріп, каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Бізге қажет болады сүт. Дүкеннің үстіме, қолдың үстіме маңызды емес. 2 ас қасықтай сүт қажет болады. Ханымдар, егер бұл маска сізге көп сияқты көрінетін болса, 2 есе аз жасауға болады. Одан кейін бізге қажет болады лимон суы. Лимонды кішкене кесіп алып, 1 ас қасықтай лимон суын сүтімізге қосып аламыз. Екеуін жақсылап араластырып аламыз. Одан кейін бізге крахмал қажет болады. Крахмал таңдағанда көпсіңіз сұрап жатасыздар, картоп крахмал ма, көкөніс крахмал ма деп. Мен негізінде көбінесе картоп крахмалын қолданғанды жақсы көремін. Ол жақсы ағартады және лифтинг эффект береді, бетіңізді тартып әдемі етіп қояды. Одан 1 ас қасықтай қосамыз. Ең соңында біз ханымдар кәдімгі көк шайдың өзін қосамыз. Көк шайды ханымдар мүмкіндік болса, кофемолкада сақтап алуға кеңес беремін. Сол кезде ол өте жақсы араласады және жақсы біздің бетімізге жағылады. Одан 1 ас қасықтай қосамыз. Мен 2 шай қасық қостым. Жақсылап араластырып, тазартылған бетімізге жағып 20 минуттай ұстаймыз. Жағардан алдын сіздер аллергияға тест жасауды ұмытпаңыздар. 20 минут ұстағаннан кейін жылы сумен жуып тастаймыз. Аптада 2 рет 1 ай курспен жасаймыз. Сонда сіздің нәтижесін міндетті түрде көретін боласыздар. Жасап көріңіздер.